ағымдағы жылдың ақпан айының 21 мен 26 аралығында Шымкент қаласы аумағында отбасы жасөспірім атты жедел профилактика іс-шарасы өткізілді. Іс-шараның негізгі мақсаты жасөспірімдерге немесе олардың қатысуымен орын алатын құқық бұзушылықтардың алдын алу болып табылады. Аталған іс-шара аясында Қаратау аудандық полиция басқармасы ювеналдық полиция бөлімшесі қызметкерлерімен білім беру ұйымдарында оқушылармен және оның ата-аналарымен арнайы жиналыстар мен кездесулер өткізілді. Сонымен қатар түнгі мезгілде жасөспірімдердің бейбітке жүруін алдын алу мақсатында арнайы рейдтік шаралар өткізілді. Іс-шаралардың нәтижесінде түнгі сағат 22:00-ден кейін ойын-сауық мекемелерде болған 4 жасөспірім анықталып, одан бөлек түнгі сағат 23:00-ден кейін тұрғын үйден тыс жерде жүрген 52 жасөспірім анықталып, ойын-сауық мекемесі иелеріне және жасөспірім ата-аналарына түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, арнайы әкімшілік шара көрілді. Сонымен қатар Асар Мөлтек ауданында 2 жасөспірім тоқтатылып, тексеру барысында сөмкесінен тапаншаға ұқсас зат табылып, айғақ зат ретінде тәркіленіп алынды. Қазіргі таңда тиісті сараптама тағайындалып, тергеу тексеру амалдары жүргізілуде.